Достар, баршаларыңызға сәлем. Let's Cook KZ каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тауық етінен дайындалатын өте дәмді, ал ең бастысы пайдалы котлет пісіру жолын көрсетемін. Алдымен тауық етін ет тартқыштан өткіземіз. Ет тартқыштың орнына блендер қолдансаңыздар да болады. Дәл солай картопты да өткізіп аламыз. Артынша пияз бен сарымсақты да өткіземіз. Енді барлығын бір араластырып аламыз. Соңында осы салмаға ұн, дәміне қарай тұз, паприка салып, және бір жұмыртқаны жарып, барлығы бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Әрине өздеріңізге ұнайтын басқа да дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Соңында міндетті түрде фарштың тұзын тексеріңіздер. Мінекей достар, фарш осындай тығыз емес, жұмсақ болуы тиіс. Енді қолымызды міндетті түрде сулап алып котлет жасаймыз. Фарш қатты тығыз болмағандықтан алғашында котлет жасау қиындау болып көрінеді. Бастысы қолды сулап алу, сол кезде фарш қолға жабыспай, онымен жұмыс жасау оңай болады. Котлеттің үлкендігін өз қалауларыңызша өзгерте бересіздер. Мен мінекей осындай үлкен етіп жасадым. Барлығын формаға немесе противеньге салып, үстінен видеода көрсетілгендей шанышқымен басып шығамыз. Басылған жеріне кішкене сары май қойып, алдын ала 180 градус қызып тұрған пеште ортаңғы дәрежесінде 20, көп болса 22 минут пісіреміз. Мінекей достар, тауық етінен жасалған котлет дайын, дәмі керемет болып шықты. Небәрі 30 минутта дайын болатын өте керемет кешкі ас. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Осы видеоны қарағандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.